Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сырники жасайтын боламыз. Ол үшін бізде простоквашинаның 4%-тік болады. Енді үстіне 2 ас қасық шекер, 1 жұмыртқаның сарысы, блендермен езіп аламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады. Енді мұны осылай доскаға ұн сеуіп, кішкене бұны осындай стаканның көмегімен айналдырамыз. Бізде осындай өте әдемі болып пісіп шықты. Енді бұның бетіне сахарная пудра сепсек те болады. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Сіздерде де міндетті түрде дәл осындай әдемі болып шығады.